Selam kızlar, kalıyorsunlar. Konukçuların жақсы mı? Selam, жақсы өзің қалайсың? Selam. Meni konukçum kelime sıralarına rahmet. Zbasты деген не? Зібасты бұл ұяшақ, тыныш адам. Мен Зібасты туралы бір әңгіме оқығанмын. Қаласыңыз нелік бере аламын. Айта ғой. Зібасты ол жас кезінде бір түлкіні қуып жазды. Бірақ та басқа үлкен адамдар оған бұл түлкіні бізге байла деді. Бірақ Зібасты келіспей, барады ханға ақылмен айтады. Сосын осы өзінің ақылын түлкіні өзіне қалдырады. Әңгімедегі Збасты деген кім? Әңгімедегі Зібасты ол тапқыр ақылды жас жігіт. Бұл әңгіменің басты мақсаты неде? Бұл әңгіменің басты мақсаты әділдікті және де тапқырлықты насихаттау. Қыздар, сендердің ойларыңша бұл әңгіме не жайлы? Бұл әңгімеде Збастының тапқырлығы мен әділдігі айтылған. Абрау Хансен Зібасты әңгімесінде ұялшақ және тыныш мінезі көрсетеді. Бұл әңгімедегі асыл қасиет қандай? Зібасты әңгімесіндегі асыл қасиет әдептілік пен тыныштық. Қорытындылай келе, бұл әңгімеде адам ана болып, өз еңбегін қорғап, қиын жағдайларды ақылмен шешіп білуі керек деген ой түсінделеді. Жақсы қыздар, сау болыңдар. Сау бол!